Ұлы Отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде-бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда болады. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім жесірдің көз жасы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көргем. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көргем. Олардың имандары жолдас болсын.